Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін біз нан салма жасайтын боламыз. Бұл тамақ негізі өте тойымды, құнарлы тамақтың бірі болып есептелінеді. Жалпы бұл тамақтың атаулары өте көп десек те болады. Біреулер қазақша лағман дейді, майғамыр дейді. Жалпы негізі атаулары өте көп. Біз бұны нан салма деп айтаймыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттарды ашып, жуып дайындап алдым. Енді мен бұны бірінші бастамастан бұрын бұның қамырын дайындап аламын. Бізге қамырын дайындау үшін ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып, маған осы бір кесе су жетеді. Және де бір шай қасық тұзымды қостым. Жақсылап араластырып алып, қамыр илеймін. Қамыр илегенде де көп адамдар қамырға май қосып жатады, альбумин қосып жатады. Альбумин ол құрғақ жұмыртқа десек болады. Мен оны қатыратын кезде қолданамын, ол альбуминді. Бұлайша уақытта ешқандай майда, альбуминді қоспаймын. Тек жұмыртқа судың өзінде жақсы қамыр шығады. Біздің қамыр дайын болды. Тығыздығы осындай. Енді мен бұны жарты сағатқа тындыруға, демалдыруға қоямын. Әр 10 минутта 2-3 қайтарып жіберемін. Сонда қамыр бір тегіс әдемі болып жайылып шығады. Ал енді көкөністерімді қуырып бастаймыз. Отымызды қосып, үстіне майды құйып алдым. Май қысылғанша етті турай беремін. Етті мен бұл тамаққа майда қылып тураймын. Етті турадым. Енді қызықтырған майымызға салып туырып аламыз. Еттің өзінің соғы шығады, өзінің соғына жай бұқтырылып піседі. Негізі жұмсағы тез піседі. Осы аралықта ет қуырылып жатқан кезде пиязды турап аламыз. Осылай барлығын мен майда көлемінде кубиктеп тураймын. Балман істейтін кезде үлкен турайды алдым бұда. Насыма болғандықтан майда кубиктеп турап жатырмын. Жалпы барлық көкөністердің барлығын кубиктеп турап шығамын. Бір чеснок қосамын. Сәбізді де кубиктеп турап жатырмын. Адам санына қарай көкөністерді де, етті де, жайманы да көп жасай бересіздер. Мен үйдегі адам санына қарай өзім жететіндей етіп жасап жатырмын. Маған еттің қып-қызыл болып қуырылғанын айтады. Сол кезде барып жуанын саламын. Қатты қызыл болмай, ешқандай не қоспаймын көкөністерді. Ет жақсылап қызыл болып қуырылды. Енді пиязды саламын.
Piyaz ben çesnoktu saldım. Жақсылап араластырып, 2-3 минуттан кейін сәбізді саламыз. Қатырылған болгарскийді де қосып жатырмын. Ешқандай да бұзылмайды, көп адам түсінбейді осы қатырылған болгарскийді. Ерігеннен кейін ірітіп кетпейді, ешқандай да жаны да өзгермейді. Құрысы қалпында тұрады. Şimdi aralastırıp səbz ben bolgarskiy de qoşuyorum. Şimdi tamak koymayı ешқандай да. Тек осы помидордың өзінің қызылшығы да. Аздап капуста қосып жатырмын. Капустаны да кубикке турайыз майда кубиктеп. Барлығы қуырыла береді. Әр салған кезде осылай араластырып отырамыз. Картопты да кубиктеп турайыз. Барлығын араластырамыз, жақсылап қуырылу керек. Одан кейін барып үстіне су қосамыз. Жақсылап қуырылған үстеміздерді. Енді қазір тұз қосамын. Егер аз болса, тағы да қосып жібереміз. Жақсылап араластырамыз тағы. Көлеміне қарай су қосамыз. Осында 2 стакан су қосасыздар. Су жетеді. Қайнағанын күтемін. Қайнағаннан кейін астын жай қойып, баяу отта пісіремін. Енді қамыр жаюға көшеміз. Подливамыз дайын болғанша біз қамырды жаямыз. Қамыр деген өте әдемі болып шыққан, июі қанды жақсылап. Енді бисмилля деп қамырымызды жайып бастаймыз. Қамырды жаятынның да өзіндік тәртібі болады екен. Мен оны бұрын соңды білмегем. Осы жақында біліп таң қалдым. Сіздерге де айта кетейін, қамырды жаятын кезде 2 аяғымыз бірден нық тұру керек екен. Және де 60 рет осылай нанды басып үлкейтіп алады екенбіз. Бұны мен шығарған жоқпын, бұны баяғыдан келе жатқан үлкен аналарымыздың айтқан сөзі екен. Осылай 60 рет басып шығамыз дейді. Сонда нан бір келкі тегіс болып жайылады екен. Енді жайып бастаймыз. Шаймамыз дайын болды. Енді арасына аздап ұн қосып жіберіңіздер, өйткені тураған кезде жабысып қалмас үшін. Осылай орап алып, ортасынан мен бөлемін. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарап
турай берсеңіздер болады. Үшіншіге турайым, жегенге де, дастарханда да әдемі көрінеді тарелкада. Ұрпақ сепсеңіздер, арасында ешқандай жабыспай әдемі шығады. Бірігіп қалмас үшін араларын осылай ашып-ашып қойыңыздар. Су қайнағанша аралары жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан араларын ашып-ашып ұстаған дұрыс. Міне, жаймамыз дайын болды, кеспемізді кесіп алдым. Енді су қайнаған соң суға салып пісіріп аламын. Қайнап тұрған суымызға тек тұз ғана қостым. Кейбір адамдар май қосып жатады, мен ешқандай да май да қоспаймын, тек тұзға пісіріп аламын, тұзды суға. Bir стакан салқын су құйып, сүзіп аламыз. Бірінші қабырымызға аздап суын, сорпасын құйып шығамыз. Одан кейін барып қоюынан саламыз. Біздің тамағымыз дайын болды. Сіздер де менің рецептіме жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнаса комментарий қалдырыңыздар және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздермен болған мен Гүлжанар.